Ассалаумағалейкум, қадірменді достар, құрметті бауырлар. Мынау жаңғыру, өзгеру айы болғандықтан мен жақында бір имамдардың уағызынан бір аят естідім. Мені қатты ойландырды және өміріме өте үлкен септігін жасап жатыр. Мінезіміздің, көп дүниені дұрыс түсінуіміздің, әрбір жан иесі өз амалының тұтқыны деген аят бар екен Құранда. Әрбір жан иесі өз амалының тұтқыны. Енді осыны білім иелерінен сұраймын ғой. Бұл не білдіреді десем, әр адам дейді өзінің ақылында мынаны жасайым деп ойлауы мүмкін дейді. Бірақ ол ақылы ойлаған, ойында қиялдаған нәрсесін жасай бермейді. Амалы қандай болса, соның последствия, соның салдарын көреді дейді. Мысал үшін сіз бір өтірік айтып қойсаңыз, келесі өтірікті айту одан да жеңілдей береді дейді. Келесі өтірікті айту жеңілдей береді, біраздан кейін өтірікші болып кеткеніңді білмей қаласың мысалы. Немесе бір жақсылықты жасаймын деп, бір жақсылық жасап, біреуді кешірсеңіз, келесі бір адамды кешіріп, үшінші бір адамның кемшілігін көрмей, төртінші бір адамның сізге жасап жатқан зұлымдығын тіптен байқамауыңыз да мүмкін дейді. Қараңыз. Әрбір адам өзінің жасаған амалының тұтқыны дегенде, сіз амалыңыз сізді билейді екен. Амал деген не ол? Іс-әрекет, яғни нақты жасалған шаруа. Мысалға бір жақсы емес, бір жамандау орта болуы мүмкін. Сіз сол ортаға барса, мен өз-өзімді ұстаймын, мен ол ортадағыдай сөйлемеймін, ол орта ішсе ішпеймін, шексе шекпеймін деп ойлайсыз. Бірақ сол ортаға аяғыңыз сізді алып барса, бәрібір сіз үйдегі немесе жақсы ортадағы адам болмайсыз. Біраздан кейін сол ортаның бір боқтығы, приколы, пранкі немесе бір артық сөзін сөйлеп отырасыз. Немесе біреулерді жамандап, бірдеңкеге ренжіп, тағдырға риза болмай дегендей, сол ортадан қандай жаман нәрсе көрген болсаңыз, сол сізге міндетті түрде әсер етіп тұрады. Неге? Адам өз ойының, өз қиялының емес көбінде, жасап жүрген амалының, барған жерінің, көрген нәрсесінің, естіген нәрсесінің тұтқынына айналады. Тұтқын деген, оны істемесең болмайды. Яғни сен шарасыз халде соны жасайсың деген сөз. Сондықтан, құрметті достар, біз өзіміздің істерімізді сол үшін әрдайым бақылауда ұстауға тырысуымыз керек. Мысалға, Құдай сақтасын, көзбенен бір әдемі келіншекті қызды көзбенен бітеп сүзіліп шығарып салсаңыз, келесі қызға қарау одан оңай болады. Үшінші қызға да қарайсыз, төртінші қыз. Біраздан кейін әр өткен қызға көзіңіз жаутаң етіп, қалай көзіңіздің тіптен ойыңызда қайғы қасірет болса да, тіптен жүрегіңізді басқа бір уайымдар мазалап тұрса да, көзіңіз біреулерді түгендеп тұрғанын өзіңіз білмей қаласыз. Қараңыз. Өйткені неге? Өз-өзіңізді қинап, әдетіңізді қадағалаған жоқсыз. Сонда әр жан иесі жасаған амалының тұтқыны деген сол. Көзіңіз бір амал жасады, біраздан кейін автоматты түрде ол амалдар жалғасып, сіз соның тұтқынына айналдыңыз. Немесе бір қажет емес музыканы естідіңіз, біраздан кейін сол сіздің бір жүрегіңізге азғантай бір желпіну, азғантай бір рахат сыйлағандай болды, біраздан кейін сол тақылеттес музыкаларды қалай тыңдап кетіп баратқаныңызды, тіптен керек емес бір махаббаттар есіңізге түсіп, керек емес бір қиялдар есіңізге түсіп, тіптен керек емес бір күнәларды қиялдап кеткеніңізді білмей қалуыңыз мүмкін. Басында бір жеңілдеймін деп тыңдадыңыз бір музыканы, біраздан кейін қарасаңыз, ол сізді басқа бір жаққа алып кеткенін байқамай қаласыз. Әрбір жасаған адам амалын тұтқын. Ол жақсы болса да, жаман болса да солай. Жақсы амал да сондай. Сіз мысалға жымиып бір адамдарға сәлемдесуді бір өзіңізге бастап кетсеңіз, ассалаумағалейкум, қалыңыз жақсы ма деп, келесі адамға да жүзіңіз жымиып сәлем берсеңіз, сізге келесі бір адамдарға, көшедегі мүмкін танитын, танымайтын адамдарға да жымиып сәлем беру оңай болады. Өйткені адам жасаған амалының тұтқыны. Яғни сіз бір жақсы амалдарды әдеттендірсеңіз, біраздан кейін сол амалды қалай оңай жасап кеткеніңізді білмей қаласыз. Ол жақсы амал болса да, жаман амал болса да, сіз сол амал айналып келгенде ізін жалғастырып жүретін пенде болып қаласыз. Себебі көп адамдар мынандай сөз айтады. Мен негізі әйеліме ондай сөз айтайын деген жоқ едім. Әйелімді ұрайын деп ойлаған жоқ едім. Мамама олай айтып тастаймын, әкеме олай ренжимін деп ойламап едім, бірақ айтып қойдым дейді. Неге? Себебі ол жасаған амалының тұтқыны. Ол сол мамасына айтқанға дейін әйеліне ренжіген болуы мүмкін, баласына ұрысардан алдын бір жақынына ұрысқан болуы мүмкін, көшеде біреумен ұрысқан болуы мүмкін. Мысалға, сіз сыртқа шықтыңыз, көлігіңізбен келе жатқанда біреу сәл дұрыс емес жүргенге ей деп айғайладың.
келесі енді алдыңды кескен адамға ей мынау не деп айғайлау одан да оңай бола береді, көрдіңіз бе? Сөйтіп сол айғаймен үйіңізге кіргенде әйеліңіз бірдеңе бүлдірсе, әйеліңізге айғайлап тастайсыз, балаңыз ұрсып тастайсыз, біраздан кейін өз-өзіңе келесің, не үшін әйелім ұрыстым, не үшін балам ұрыстым дейсіз. Себебі сіз жасаған амалыңыздың тұтқыны болып қалдыңыз. Көшеде көрінген біреуге ұрсамын деп, соңында әйел бала шағаңызды ешбір жазықсыз жапа шектірдіңіз. Тура солай, өмірде бір адамдарға айтпайым деген сөзіңді айтып тастайсың. Неге? Сенің ақылың ол сөзді айтқызбау керек еді ғой. Жоқ, сіз ақылыңыздың ғана емес, сіз жасаған амалыңыздың тұтқыны болып жүрсіз. Өйткені жасаған амалыңызды қалай жалғастырып кеткеніңізді өзіңіз де білмей қаласыз. Сондықтан, құрметті достар, осы жақсы іске өзімізді әдеттендірейік, сол кезде ол міндетті түрде келесі жақсы амалдарды жасау бізге оңай болады. Ал бір жаман амалдарды көзімізді, құлағымызды, ойымызды, жүрегімізді күмәннен сақтайық. Себебі ол нәрсенің кейін жалғасып кетуі оңай. Мысалға бір адамдар жүрегінде күмән сақтаған жақсы көреді. Біреу күмәнданып жүреді. Ол мені көре алмады. Ол маған әдейі істеді ғой осыны. Ол әдейі істеп отыр. Мен оны білем дегендей күмән көбейе береді де, бір уақытта күмән шын сияқты болады да, соңында ол адаммен дұшпан болып, ол сыртқа шығып, ол әсері ана адамның бетін көрместей ортада жылдар өтіп кетіп жатады. Сонда мына бір нәрсеге күмәнданудың тұтқыны болып қалды. Ол күмәнін тоқтатпады уақытысында, тоқтатуға мүмкіншілігі бар еді, күмәнмен күреспеді. Ең соңында ол ақиқат сияқты көрініп, өзінің жақын деген адамдармен жауласып кеткенін адам өзі білмей қалады. Сондықтан Құранда Алла Тағала күмәннің кейбірі күнә деп бекер айтқан жоқ. Күмән деген нәрсеге ақиқат болып көзің жетпесе, негізі сол күмәнді өшіріп, одан құтылған жақсы. Сондықтан, құрметті достар, әрбір жан иесі жасаған амалының тұтқыны дейді. Жасап жүрген амалдарымыз бекерге кетеді екен деп ойламайық. Көзіміз бірдеңкеге қарады ма, оның салдары бар. Құлағымыз бірдеңкені естіп қалды ма, ол міндетті түрде ар жағында последствия, салдары бар. Ештеңке ешқайда бекерден бекер кетіп қалмайды. Жасаған амалымыз бізді сомадай басымызды сүйретіп жүріп, соның салдарын көруге алып барады екен, құрметті достар. Сондықтан мына әсіресе қасиетті Рамазан айында, қасиетті күндерде біз осы амалдарымызбен күресіп, өз-өзімізді механизмге қинап болса да жақсы амалдарға жүгіндіруге тырысуымыз керек. Оны көп жасасақ, жақсы амалдарымыз соңында көбейіп, бір кездерде мен қалай осы сапаға көтеріліп кеттім, Алла менің дәрежемді осындай биікке дейін көтерді деп өзіміз таңғалатын күндерге келуі мүмкін. Өйткені әрбір жан иесі өз амалының тұтқыны деп Алла Тағала қасиетті Құранда бекер айтқан жоқ. Алла баршамызды дұрыстасын, жақсы амалдарымызды көбейтсін, жаман амалдардан Алла баршамызды сақтасын, құрметті достар.